Клара Айснер жеңілтек қыз еді. Ол өзінің атын шығарып, еркектердің көзіне түсу үшін еш нәрседен тайынбады. Тіпті таныла түсу үшін күнде бір еркектің қойнына қонуды да арзанамады. Ол Ресейден шыққан еврей революционер Иосиф Цеткинге құлай беріліп, тез арада тұрмысқа шығып алды. Тіпті күйеуінің тегіне тіркеліп те үлгерді. Парижде олардың Максим және Константин есімді ұлдары өмірге келді. Иосиф құрт ауруынан көз жұмған соң, Клара Германияға көшіп келеді. Осы жерде ол көптеген революционерлермен танысып қана қоймай, көбімен төсектес те болады. Клара жасырын ашынажайдағы буырқанған кештердің бірінде Роза Люксембургпен танысады. Өзімен пікірлес және мінездерінің жақындығын сезген қос құрбы тез арада достасып, тіпті араларында қатыншоралық қызу байланыста болған дейді. Көп ұзамай Клара жас суретші революционер әрі дәулетті де өзінен 18 жас кіші Георг Фридрихқа күйеуге шығып кетеді. Ал ашынасының бұл қылығын сатқындық деп қабылдаған Роза ерегіскенде, Клараның ұлы Константиннің көңілдесі болып алады. Клараның қонақжай дастарханынан Фридрих Энгельс, Август Бебель, Владимир Ленин секілді революцияшыл топ дәм жеп, шампан ішіп, таң атқанша пролетариаттар туралы әңгімені көптеп айтатын болған. 1914 жылы Клара байымен, Роза ашынасымен ажырасып, қос қатын қайтадан одақ құрады. Сол екі арада Ресейде революция болып, Европада тынышсыздана бастайды. 1919 жылы Роза қайғылы жағдайда қайтыс болып, Клара Ресейге сапар шегеді. Клара Цеткин Ресейде депутат әрі орыс коммунистерінің Рейхстагтағы өкілі қызметін атқарған. Ол 1933 жылы 20 маусымда өзінің Архангельскідегі саяжайында азаптанып жатып көз жұмды. Оның денесін Кремль қабырғасына қойған. 1910 жылы 27 тамызда Копенгаген қаласында екінші халықаралық социалистік әйелдер конференциясында Клара Цеткин сөз сөйлеп, әлемде әйелдерге көңіл бөлініп, бір күнде болса еркектердің ықыласына бөленуі керек деген пікірді айтады. Қызу қолдауға ие болған бұл ұсынысты өмірге енгізу үшін осыдан 2 жыл бұрын ақш-та еркектермен тең құқылы болуды талап еткен әйелдер шеруінің құрметіне 8 наурызда атап өтуді сұранады.